Баяділ Болатұлы, Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжінің 1-ші курс студентімін. Мен тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару мамандығында оқимын. Мен бұл мамандықты таңдауымның себебі, колледжге келген уақытта мұғалімдер мейірімділікпен қарап, жақсы түсіндіріп, қызықтырып жіберді. Теміржол мамандығы сұранысқа ие, мемлекет тарапынан ерекше назар аударылатын және болашағы зор мамандықтардың бірі ретінде таңдадым. Және де отбасым теміржолшылар отбасы болып табылғандықтан қызығушылық таныттым. Мен оқып жатқан мамандықтың негізгі міндеті ол жолаушылар немесе жүк пойызының кестеге сай уақытымен келуін қамтамасыз ету. Біздің мамандықтың қиындығы теміржолшы темірдей тәртіп талап ететін мамандық. Өндірістік қауіптілігі жоғарғы аймақ болып табылатындықтан теміржолшы адам өміріне және өз өміріне де жауап беру керек. Ауа райын тосын мінезіне қарамастан шыдамдылық танытып, өз міндеттерін орындау болып табылады. Мамандықтың болашағы. Қазақстан Республикасының теміржол саласы болашақта бұдан да қарқынды дамиды деген ойдамын. Республика теміржол дамуының 2020 жылғы бағдарламасы жасалған болатын. Сол бағдарламада тепловоз, электровоз машинасын жасаумен бірге рельс, шпал, белгілі беру және байланыс қызметін техникалық құралдарын электронмен жабдықтау бөлшектерін шығару қарастырылды. Демек, әлемдегі бәсекеге төтеп беретін теміржол саласын қалыптастыру үшін ұзақ мерзімдік стратегия орындауын қатаң бақылауға алу қажет. Сәлеметсіздер ме? Мен Садвакасова Алма Аязбиевна, Алматы 1 вокзалының вокзал кезекшісі болып қызмет істеймін. Вокзал көмекшісі тікелей халықпен жұмыс істейтіндіктен алдыменен өзінің жеке мінез құлқына, байыпты сөйлеуіне аса қатты мән беруі тиіс. Сырт келбетінен бөлек және бас қауіпсіздігін сақтау, өз кезекшілігіндегі орын алған кейбір өзекті жайттарға келесі ауысымда әріптестерге жеткізуіміз тиіс. Бұдан бөлек қауіпті аймақта жолаушылар мен азаматтардың жүру тәртібін сақтау қажет.